Дабыл өрт, төтенше жағдай, жол апаты, ат жаман болса да оқыс оқиғалар легін бастайды. Ал біздің бағдарлама тізбегін сабақтап сізге жеткізеді. Мақсат қорқыту емес, ескерту. Армысыздар, эфирде оқыс оқиғалар легімен таныстыратын телеайдар Дабыл. Тізгінде мен Нұргүл Жолымбетова. Шымкенттік тұрғын аса ірі мөлшердегі психотропты зат сақтаған. Қалалық полиция қызметкерлері қоғамдық қауіпсіздік пен тыныштықты қамтамасыз ету, сондай-ақ қылмыстық жайттардың алдын алу бойынша рейдтік жұмыстарды жүргізуде. Кезекті жұмыс барысында Еңбекші ауданы аумағында жүрген ер адам полицейлердің назарына іліккен. Тәртіп сақшылары азаматты тоқтатып, жеке басын растайтын құжатын талап етеді. Сол мезетте азамат күдік тудырады. Дереу тінту жүргізген полицейлер қалтасынан пакетке оралған өзіне тән хош иісі бар есірткіге ұқсас зат тапқан. Тәркіленіп алынған зат жалпы салмағы 9 граммнан астам психотроптық зат екендігі анықталды. Тергеу барысында 35 жастағы тұрғын кінәсін толығымен мойындады. Сондай-ақ есірткіні телеграм қосымшасы арқылы сатып алғаны белгілі болды. Қазіргі таңда азаматқа тағылған айып бойынша кінәлі деп танылып 3 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айырылған. Мефедрон синтетикалық есірткі затын өзімен бірге алып жүрген азамат ұсталды. Облыстық есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлеріне облыс тұрғындарының бірі есірткі затын сақтап тасымалдайды деген ақпарат келіп түскен. Тәртіп сақшылары хабарламаны алысымен тез арада іске кірісті. Нәтижесі де бар. Көрсетілген мекен жай бойынша шұғыл тексеру жұмыстарын жүргізген полицейлер күдік тудырған жапондық көлікті тоқтатты. Жолаушыны тінту кезінде қағазға оралған ақ түсті синтетикалық есірткі затына ұқсас ұнтақ тәркіленді. Сары қатын оралған, түссіз пакетін салынған. Ер азамат синтетикалық есірткі затын аяқ киіміне жасырған, одан айғақты заттар алынып сараптамаға жолданды. Сот сараптама қорытындысына сәйкес тәркіленген зат салмағы 2 граммға жуық мефедрон синтетикалық есірткі заты анықталды. Қазіргі таңда күдіктінің бас шарасы қамауда. Тергеп тексеру жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда аталған азаматқа қатысты қылмыстық іс қозғалып тергеу амалдары жүргізілуде. Алдағы уақытта оқиғаның мән-жайы анықталатын болады. Қорғау бағдарламасының көмегімен 300-ге жуық автокөлік айыптұраққа қойылды. Оның ішінде тіркелмеген шетелдік көлік тізгіндегендер де бар. Оларға заң бұзғандар үшін 60 миллион теңге айыппұл салынған. Қазіргі таңда құқық бұзушыларға қатысты заңды шешім қабылдау мақсатында іс құжаттары қаралуда. 19 сәуірден бастап қала аумағында қорғау бағдарламасы жүзеге асырылды. Нәтижесінде 298 автокөлік анықталған. Оның ішінде басым бөлігі шетелдік көліктер, ал 36-сы жалған номер тағып заңда белшеден басқан. Көп мөлшерде жол жүрісінің ережесін бұзған жүргізушілер бар ғой. Жалған мемлекетпен жүргендер, не болмаса сақтандыру полисі жоқ жүргізушілерді анықтауға көмегін тигізеді. Сонымен қатар айтып кеткендей 19 сәуірден бастап қазіргі таңға дейін біз осы камералардың көмегімен және қорғау бағдарламасының көмегімен 298 автокөлік айыптұраққа қойғанбыз. Тәулікте шамамен 50-55 автокөлік анықталады. Ол 50 автокөлік айыптұраққа апарып қойылады. Айта кету керек, мегаполис полицейлері республикада алғашқы болып қорғау бағдарламасын пайдалана бастады. Бұл бағдарлама 10 минут ішінде 2 рет жол жүру ережесін бұзған, әкімшілік айыппұлдарын төлемеген, сондай-ақ жалған нөмірлі автокөліктерді анықтауға бағытталған. Сонымен қатар қосымша сақтандырусыз техникалық байқаудан өтпеген немесе іздестіруде болған көлік құралдарында анықтауға мүмкіндік береді. Біз барлық автокөліктерді бір уақытта кімнің қайда жүргенін біле аламыз. Қай жаңағы заң бұзушы, яғни жол жүрісінің ережесін бұзған, немесе айыппұл өте көп, жаңағы сақтандыру полисі жоқ, немесе жалған мемлекеттік белгі салып алған автокөліктердің жүрісін, яғни кім қайда жүргенін, қайда бағытталып бара жатқанын бәрін біз бірден көріп отырамыз. Ал көшеде жүрген патруль полиция полкының қызметкер планшет арқылы айналасындағысын біледі. Яғни ол оны көріп
айналасына жақын жердегі барып қызмет атқарады. Енді полиция кешенді күштері қала бойынша орналастыру жоспарына байланысты орналастырылған ғой. Әркім өзінің квадратында қызмет атқарады. Қала аумағында 3800-ден астам бейнебақылау орнатылған, оның 3200-ге жуығы сергек. Бұл камералармен жедел басқару орталығында бір тәулікте 25 адам жұмыс атқарады. Айта кетейік, жыл басынан бері 35 мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылық тіркеліп, 145 қылмыстық іс анықталған. Жалғастырамыз. Ұрлық қылмыстарына тоқталсақ, бүгінде елімізде көп орын алатын қылмыс түрі ұрлық. Яғни оңай жолмен ақша тапқысы келетіндер арам пиғылдарын іске асырып, бөтеннің мүлкін жымқыруды әдетке айналдырған. Осындай кезекті ұрлық қылмысы Сайрам ауданында тіркелді. Нақтырақ айтар болсақ, жергілікті тұрғынның бірі бөлімшеге арызданып келген. Айтуынша, Газель маркалы көлігінің қозғалтқышын ұрланғанын жеткізген. Ал екіншісінің сөзіне сенсек, ауласында тұрған 2 дана қазаны, самаурыны, темір ошағын белгісіз біреулер жымқырып кеткен. Тағы бірінің 5 дана жылу беретін батареялар мен 400 метр болатын электр сымдарын қолды қылған. Тез арада тергеу жүргізген тәртіп сақшылары күдіктілердің жеке басын анықтады. Олар жұмыссыз жас жігіттер болып шықты. Белгілі болғандай, ақша керек болған жас жігіттер түнгі уақытта арам ойларын іске асырған. Оңай олжаларын үйлеріне байқатпай, ауладан, сондай-ақ жөндеу жүргізіліп жатқан үйлерден жымқырған. Ұрланған заттарды металл қабылдайтын орындарға өткізіп ақшаны бөліп алған. Ал Бәйдібек ауданында ешкінің жүнін қолды қылғандар ұсталды. Аудандық полиция бөлімшесіне жергілікті тұрғын арызданды. Ер адамның айтуынша, оның қорасына белгісіз біреулер кіріп, 3 қапқа салынып жинаулы тұрған ешкі малының қырқылған жүндерін жымқырып кеткен. Жәбірленушіге келтірілген шығын көлемі 75 мың теңгені құрады. Жедел іздестіру жұмыстарын жүргізген тәртіп сақшылары бір тәулік ішінде жинақталған ақпарат көздер арқылы күдіктінің жеке басын анықтады. Ол малдарының жүнін алып сатумен айналысатын жас жігіт болып шықты. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Өзге де жаңалықтар. Заңсыз балық аулаған 15 құқық бұзушы анықталды. Түркістан облысында ауылдырық жедел профилактикалық іс-шарасы жүргізілуде. Шараның мақсаты балық және балық өнімдерін аулау, сату, тасымалдау, сатып алу секілді құқық бұзушылықтардың алдын алу. Кезекті рейд барысында Жетісай аудандық учаскелік полиция инспекторлары өз аумақтарында тексеру жұмыстарын күшейтуде. Соның нәтижесінде аудан көлемінде табиғатты қорғау заңнамаларын бұзған 15 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Сондай-ақ заңсыз балық аулау бойынша 2 қылмыс тіркелді. Запрет уақытта Қытай жеткізімен бұл болмайды, білесіз ғой, балық аулауға. Дұрыс па? Аталмыш браконьерлікпен айналысқан жергілікті тұрғындардан заңсыз ауланған 142 келі балық, 1 дана қайық, 2 дана жарық беру құралы және моноталшықтан жасалған 700 метрден астам Қытай ауторы айғақты зат ретінде тәркіленіп алынды. 383 бабымен хаттама толтырылды. Сонымен қатар заңсыз балық аулау жайты бойынша 2 қылмыс анықталып, оларға қатысты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 335 бабымен тіркеуге алынды. Естеріңізге сала кетейік, уылдырық жедел профилактикалық шарасы ағымдағы жылдың 1 сәуірі мен 31 мамыр күндері аралығында жалғасын табатын болады. Осы ретте полицейлер табиғатты қорғауға шақыра отырып, балық аулауға тыйым салынған аралықта балық аулаудан бас тартуды сұрайды. Заңсыз DVD дискісін сатқан ер адамның жолы кесілді. Созақтың полицейлері ақпараттандыру және байланыс саласындағы құқық бұзушылықтарды анықтауға кірісті. Нәтижесінде контрафакт жедел профилактикалық шарасы барысында ауданның орталық көшелерінің бірінде орналасқан дүңгіршектен заңсыз DVD дискісін сату дәйегін анықтады. Аталған жайтты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 198 бабы 2 бөлігі авторлық және сабақтас құқықтарды бұзу бойынша тіркеуге алды. Қазір таңда күдіктіге қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Оның пластикалық дүңгіршекте тіркеу құжатынсыз DVD дискілерін сақтағандығы анықталды. Одан айғақты зат ретінде шамамен 180 дана дискі тәркіленді. Қазір таңда ауданда осы сияқты сатылымға тыйым салынған заңсыз саудамен күрес жүйелі түрде жалғасын табуда.
Біздің назарға іліккен оқыс оқиғалар легосындай болды. Күнделікті жаңалықтар топтамасынан кейін дабыл телеайдарын жіберіп алмаңыз. Айтпақшы, сіз қандай да бір кикілжің мен апаттардың, төтенше жағдай мен оқиғалардың куәгері болсаңыз, бізге хабарласыңыз. Немесе 8771 661 41 41 WhatsApp номеріне видеоматериал жолдасаңыздар болады. Келесі кездескенше сақ жүріңіз.